менің арнасына тіркелуді ұсынамын, себебі бұл арнада өте топовый видеолар шығып отырады. Гоуче Тэмидің соңғы видеосына барып Клэйфидан келдім деп комментарий жазып кетеміз. Тэмиға тіркелген адам ертесі күні 10 000 теңге тауып алсын, ал тіркелмеген адамдар ертесі күні кидоктарға қадалып қалсын. Аумин! Көбісі Изгарды қандай адам екенін білмей жүрген шығар балдар. Сәлем достар, сендермен біргемен тағы да Клэйфи арнасы. Және бүгінгі видеода біз Изгар деген ютубердің көтін ашатын боламыз. Осы видеоға лайктарымызды басамыз, енеше мен өзімнің видеомды бастаймын. Кеттік! Мінеки достар, енді біз өзіміздің керемете ойынымызға да келіп жеттік. Және видеоның басында айтып кеткенімдей, бүгін біз Изгар деген ютубердің көтін ашатын боламыз. Бүгін мен сендерге Изгар жайлы сендер білмейтін көптеген ақпараттарды айтатын боламын. Ендеше мен бастай берейін. Кеттім! Енді балдар, көбісі Изгар жайлы жаман заттар айтады деп осы видеоға дизлайк басып қойған шығар. Енді сол дизлайктарыңды алып, тез лайк басыңдар. Бүгінгі видеода мен Изгар жайлы 20 шақты факттар айтатын боламын. Енді бірінші факттан бастай берсем, Изгардың толық аты жөні Жұмабай Нұржан Арманұлы. Ал орысша Жұмабай Нұржан Арманович. Ал ағылшынша Жұмабай Нұржан Арманұлы. Изгар жайлы екінші факт. Изгар МКП деген өте керемете ойынды 2018 жылдан бері ойнап келе жатыр екен. Изгар жайлы үшінші факт. Изгар КВН Түркістан облысының турнирында өз мектебінің абыройын қорғаған. Изгарға үлкен респект. Давайте похлопаем. Где аплодисменты? Енді бұл Изгарға шли аздық етеді енді. Давайте тағы да шапалақ ұрып жіберейік. Болт, жетет. Изгар жайлы төртінші факт. Изгар футболдан Барсаның мәңгілік жанкүйері. Изгар жайлы бесінші факт. Изгар Counter-Strike ойынында әжептәуір скиллі мен қызығушылығы бар екен. Изгар жайлы алтыншы факт. Изгардың руы Қоңырат. Изгар жайлы жетінші факт. Изгар Шымкент қаласының Шардар ауданы Алатау Батыр ауылында тұрады екен. Мәш, бекер айттым мен, ертең күн Изгарды ұрып кетпейді ме екен? Қой, бірақ біздің Изгар мықты ғой. Изгар жайлы 8-ші факт. Изгардың сүйікті әншісі Мэвл. Изгар жайлы 9-ші факт. Изгардың қызы бар екен. Ал Изгар үйленгеннен кейін ютубты тастайды екен. Ай, подкаблучник. Болмайды ғой өйтіп, дұрыс па достар? Изгар жайлы 11-ші факт. Изгар Каттебеков деген мектепте оқиды екен. Мәш, Изгар точно ұрып кетеді бір күні. Изгар жайлы 12-ші факт. Изгар бір күннің ішінде 1400 рубль тапқан екен. Изгарға үлкен респект. Ал енді тағамдарға көшсек, Изгар випштекс деген тағамда жақсы көреді екен. Изгар жайлы 14-ші факт. Изгар МКП-ге қатты қызыққаннан келген екен. Изгар жайлы 15-ші факт. Изгардың қазірше ойы 5000-ға жетіп МКП-де өзіндік бір орынды алу. Изгар жайлы 16-ші факт. Изгардың 3 каналы болған екен. Енді көбісі білер, көбісі білмейді. Изгардың осы Изгар деген каналдың алдында Браво деген каналы болды. Изгар жайлы 17-ші факт. Изгар үйінде 4 ағайынды, және үйінің үлкені. Ал Изгар жайлы соңғы 18-ші факт. Изгардың ютубтағы басты мақсаты 5000 подписчикке жету.
Осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесіде қандай ютуберлер жайлы факттар айтайын, соны комментарияға жазып кетеміз. Сендермен бірге болған мен Клэфи арнасы. Амандықта, саулықта жүздескенше, давайте балдар!